Бас ауруы деп бастың немесе мойынның аумағындағы жайсыздықты айтады. Бас ауруының себебі көбінесе күрделі емес. Күнделікті өмір салтын өзгертіп, түрлі релаксация әдістерін үйреніп, немесе дәрі препараттарын қабылдап, бас ауруына шалдыққан адамдардың көпшілігі өзін жақсы сезінеді. Бүгінгі видео бас ауруы туралы. Достар, видеоны соңына дейін қарап, өз пікірлеріңізбен бөлісе кетіңіздер, және де каналыма тіркеліп, маған қолдау көрсетулеріңізді өтінемін. Көптеген жағдайда бас ауруы иық белдеуінің, мойынның, шаш түбінің және иектің бұлшық еттерінің шируына байланысты. Бас ауруының бұл түрі шируғудан бас ауруы деп айтады. Ол күйзеліспен, депрессиямен, үрейленумен, бастың жарақатымен немесе бас пен мойынның ыңғайсыз орналасуымен байланысты болуы мүмкін. Бастың мұндай ауруы екі жақтан да сезіледі. Ол желкеден басталып, алдына қарай таралады. Батып немесе қысып ауырсынуы мүмкін. Иыққа, мойынға немесе иекке таралуы мүмкін. Бас ауруының себептері: шиеленіске байланысты. Қатты ауырмайтын, бірақ ұзақ созылатын ауру. Ешқандай шаншуда болмайды. Бас немесе мойын айналасында түйінделіп қалған сезім болады. Жеткіліксіз ұйқы, депрессия және стресс ең басты себептері. Мигрен, бас сақинасы. Қатты ауыратын және шаншитын бас ауруы. Көбінесе көздің артында сезіледі. Жарыққа және дауыстарға қарсы тітіркену, лоқсу және жүрек айну болады. Себептері: мезгілсіз тамақтану және гормонды дәрі-дәрмектер. Солқылдау өте қатты ауыртады. Көбінесе бір көз айналасында немесе артында сезіледі. Мұрынның бітелуі, көзден жас ағуымен бірге болуы мүмкін. Ауру көбінесе ұйқы кезінде келеді. Мұның ең басты себебі спиртті ішімдіктер мен темекі. Гайморитке байланысты. Ауыртпалы және тұрақты. Мұрыннан тоқтамай су ағады. Ауырғаны мұрын үстінен бастап маңдайға және құлаққа дейін жайылады. Себептері: гайморит инфекциясы және мұрынның бітелуі. Аллергияға байланысты. Танаулардың бітелуі, көзден жас ағуы, қышытпа және бастың шаншу белгілерінен байқалады. Гүл тозаңы, зең, зәк көгеру және шаң ауруға себеп болады. Кофеинге байланысты. Шаншытып ауыртады және шамадан артық кофеин тұтынудан туындайды. Шаршауға байланысты. Ауру белгілі бір жердің ауырғанымен шектеулі емес. Шаршататын физикалық қозғалыстар, түшкіру, жөтелу, ісік, мигренмен бірге көрінуі мүмкін. Сүйек аралары. Баста қысым және қысылу сезімі. Жақтың ауырып шытырлауы арқылы белгісін көрсетеді. Жақтағы келеңсіздік және стресс бұған басты себеп болады. Мойында немесе бастың артқы жағында қимылдағанда арттыратын аурулар. Тұз жиналуынан және суықтан болады. Көздің шаршауы. Көз айналасындағы ауру сезімі, көрудің нашарлауы және астигмат ауруының себептері. Көзілдіріктің сәйкес келмеуінен де бас ауырады. Емі көз дәрігеріне қаранып, көзілдірікті ауыстыру керек. Кейде жақпайтын тамақ жесе де бас ауруы мүмкін. Емі асқазанды тазартса, бастың ауруы қояды. Қан аздықтан да бас ауруы туындайды. Белгілері: бас ауырады, көздің қарашағы ұлғайып, маңдайы мұздап, тамырдың соғуы әлсірейді. Бұның емі: басыңызды орамалмен қатты таңып, тегіс жерде шалқаңыздан жатып, бір сәт демалыңыз. Кейін кофе немесе шай ішіңіз. Ой еңбегімен айналысатын адамдар күніне бір мезгіл таза ауада серуендетуді ұмытып, күні-түні қағаздан бас алмаған кездері бас ауырады. Бұған ем: легенге ыстық су құйып, 10-15 минут аяқты толарсаққа дейін малып отырыңыз. Бір шай қасық жалбыз шөбін бір кесе қайнаған суға тұндырып ішіңіз. Кейін демалыңыз. Ой еңбегінен шаршап жүрген адамдардың балық жегені абзал.
Бас ауруына бас сақинасы, желке және жүйке невралгиясы да себепші болады. Бұл аурулар негізінен жүйкенің жұқаруынан, әлсіздіктен туындайды. Белгісі басы ауырады, ашушаң болады, яғни сіркесі су көтермейді. Бұған ем, мазасыз ойлардан арылып, жақсылап тынығу керек, шай ішу қажет. Жұмыртқаны шикілей кесеге жарып, үстіне қайнаған су құйып, әбден араластырсаңыз, осындай қоспаны күнде аз-аздан ішсеңіз, жүйке ауруынан құтыласыз. Жүйкенің жұқаруы, яғни неврастения, невроз аурулары. Бұл ауру мұғалімдерде жиі кездеседі, яғни бұны ұстаздардың кәсіби ауруы десе де болады. Бұған ем, күнде бір ас қасықтан бал жеу керек. Қалақай, түймедақ, жалбыз шөптерінен шай демдеп ішуге болады. Маңдайға жұқалап кесілген шикі картопты таңып қойсаңыз да болады. Таңертеңгілік аш қарынға айран ішкен бас аурудың мыңда бір емі болып табылады. Басыңыз ауырған кезде қос қолыңызды шынтақпен қоса ыстық суға малып отырсаңыз, басыңыздың ауырғаны қояды. Ыдыстағы су салқындап бара жатса, ыстық сумен араластырып, температурасын бір қалыпта ұстаңыз. Ал егер де сіз қан таспасы немесе гипертония, атеросклероз ауруына шалдыққанда кардиолог, терапевт дәрігерлерге, инсультқа шалдыққанда невропатолог дәрігеріне, ал миыңызда қатерлі ісік немесе бітеу жара бары анықталса, нейрохирург дәрігерге қаралып, тексеріліп, арнайы ем алғаныңыз жөн. Ал менингит ауруына шалдыққан жағдайда инфекционист дәрігерге барып ем алған дұрыс. Сирек жағдайда бас ауруы келесі ауыр жағдайлардың симптомы болуы мүмкін. Ми мен оның бетін жауып тұратын жұқа қабықшаның арасындағы аумақты қан кету, жоғары артериалды қысым, мидың инфекциялық аурулары, оған менингит, энцефалит немесе абсцесс жатады. Мидың ісігі, бас сүйегінің астында сұйықтық жиналуы, бұл мидың ісінуіне апарады. Бас сүйектің ішіндегі қысымның артуы, иісті газбен улану, ұйқы кезінде оттегінің жетіспеуі, ұйқы апноясы деп айтады. Қан тамырларының аурулары, артерия, вена мальформациясы, мидың аневризмасы, инсульт және миға қан құйылу. Үй жағдайында қалай күтім жасаймыз? Үйде жасауға болатын бас ауруын басатын шараларды ұсынамыз. Олар көбінесе сақинаны немесе ширығудан болатын бас ауру кезінде жарамды. Бұл шараларды аурудың алғашқы симптомдары пайда бола бастағанда орындаңыз. Сақинаның бірінші симптомдарында сусыздану болмас үшін суды көбірек ішіңіз, әсіресе құсу болса. Тыныш, қараңғы бөлмеде демалыңыз. Басқа салқын компресс қойыңыз. Өзіңіз білетін түрлі релаксация техникасын қолданыңыз. Бас ауруының күнделігін жүргізу. Оның себебін анықтауға көмектеседі. Бас ауруы пайда болса, күнделікке келесіні жазып қойыңыз. Бас ауырған күнді және басталған уақытын. Соңғы 24 сағат бойы не ішіп жегеніңізді, қанша уақыт ұйықтағаныңызды, бас ауруының алдында не істегеніңізді және қайда болғаныңызды, бас ауруы қанша уақытқа созылғандығын және не себепті тоқтағандығын. Күнделікті дәрігерге көрсетсеңіз, бұл бас ауруының себебін анықтауда маңызды. Бұл дәрігеріңізбен бірге емдеу жоспарын әзірлеуге көмектеседі. Бұл себептерді білу аурудың алдын алуға мүмкіндік береді. Егер дәрігер сіздің бас ауруыңыздың түрін емдеу үшін дәрі тағайындаған болса, оны нұсқаулығына сай қабылдаңыз. Ширығудан болатын бас ауру кезінде аспирин немесе ибупрофен препараттарын қабылдаңыз. Ауырсынуды басатын дәрілерді аптасына 3 күннен артық қабылдамайтын болсаңыз, дәрігермен кеңесіңіз. Бас ауруының кейбір түрлері күрделі аурудың белгісі болуы мүмкін. Мұндай жағдайда міндетті түрде медициналық жәрдемге жүгініңіз. Бірнеше рет пайда болған бас ауруы және ол күнделікті тіршілікке кедергі келтіреді. Кенеттен пайда болған бас ауруының күшті ұстамасы. Бас аурумен қатар
сөйлеудің өзгерісі, көрудің бұзылысы, қол мен аяқты қозғай алмау, тепе-теңдікті жоғалту, естің қалыпты болмауы немесе есті жоғалту. Бас ауруы соңғы 24 сағат ішінде ушығу үстінде. Қызба, желке бұлшық еттерінің сіресуі, жүрек айнуы және құсу болса. Бас ауру бастың жарақатынан кейін пайда болса. Бір көздің аумағындағы күшті ауырсыну, көздің қызаруымен қосарланған болса. Бас ауруы пайда бола бастағанда әсіресе жасыңыз 50-ден асқан болса. Бас ауру көрудегі мәселемен, шайнаудағы ауырсынумен немесе салмақ жоғалтумен байланыстырылатын болса. Бас ауруының жаңа түрі пайда болса, сондай-ақ отбасыңызда қатерлі ісікпен ауырған жағдайлар болса. Бүгінгі ақпаратым сіздерге ұнады деген ойдамын. Менімен бірге соңына дейін бірге болғандарыңызға көптен көп рахмет. Сау болыңыздар, ауырмаңыздар, жүз жасаңыздар.